Тоғызқұмалақ ойнап отырып, сұрақтарыма жауап беру сізге қиын бола қоймас деп үміттенем. Керісінше қызығына кіріп кетіп, тоқтай алмай қалмайық. Ойынға шақырушы мен болғандықтан алғашқы жүрісті өзіңізге берейін. Ал жақсы, кеттік. Ереже бойынша бір құмалақты қалдырып отырып жүруім керек. Иә, біреуін отауда тастап кетуіңіз қажет. Және сағат тіліне қарсы бағытта әр отауға бір-бірден үлестіруім керек. Иә, дәл солай. Бір қызығы, сұхбатқа ойын кедергі бола ма, әлде ойынға сұхбат тосқауыл бола ма деп отырғаным. Екеуі де дәл келуі мүмкін. Міне алғашқы тұс. 4-ші отаудағы құмалақтарды ала қойыңыз. Ал енді сұхбатқа көшсек. Сіз үшін қайткенде күн мінсіз болып басталады. Ойынғандағы көңіл күйге байланысты. Кейде тұра салып күтіп тұрған қауыр жұмысты ойлап, асығыс-үсігіс оянам. Кейде жайбарақат 1 сағат ұйықтап алуға уақыт шығып, жалқаулыққа ерік берем. Бастысы бір шынайы кофе және 5 сағат айырмашылығы бар. Брюссельдегі штабтан шұғыл хабардың болмауы. Қазақстанға алғаш келгенде ұмытылмастай болып не нәрсе есте қалды? Алғаш келген кезім тайға таңба басқанда есімде. 2021-дің қыркүйегі еді. Сонша көп уақыт өте қоймады. Келер алдында басқалар кең байтақ, бірақ суығы қатты ел деп айтатын. Бірден Астанаға келдіңіз бе? Иә, бірақ ол кезде Нұр-Сұлтан еді. Бірақ ел астанасы ғой. Содан келе салып елшіліктегі әріптестерімен таныстым. Және сол күні біреуінің үйі өртеніп кетті. Десе де адамдар аман, жарақат алған ешкім жоқ. Үй иесі жөнді жұмыстарын жасап алды. Сол кезде шығынды қалпына келтіруге сақтандыруыңыз бар шығар деп сұрап едім. Оның жоқ екенін айтты. Содан білсе келе Қазақстанда сақтандыруға қатты мән бермейтінін байқадым. Сол нәрселер есімде қатты қалып қойыпты. 2 жылға жуық елші міндетінде жүріп байқағаныңызды білгім келеді. 30 жылдық қарым-қатынасымыздың ең үздік жетістіктері қайсы? Иә, сол 30 жылдық мерейтойымызбен өз тарапымды да сіздерді де құттықтаймын. Оны Астанада үлкен концертпен де атап өттік. Ал жетістікке келер болсақ, ең біріншісі энергетика саласы дер едім. Қазақстанның қазынасын толтыруда үлесі зор сала. Былтырғы геосаяси жағдайлардан кейін балама қосымша жолдар мен тепе-теңдікті сақтап тұрудың маңызын түсіндік. Кім туралы айтып тұрғанымды өзіңізде біліп тұрсыз ғой. Еуропаны үстемдеушілер де болды. Қолдарынан келе қоймайды. Ал Қазақстан маңызды әрі сенімді серіктес екенін көрсете білді. Кәрі құрлықтың алып отырған мұнайының 8% тікелей сіздердің еншілеріңізде. Еурода Қазақстанның ең үлкен сауда серіктесі. Елші айтқан мұнайдағы 8%-ді қоса алғанда, барлық экспортымыздың 41%-і кәрі құрлықтағы одаққа кетеді. Пандемия тосқауыл болған 2020 жылдың сауда айналымы 18 миллиард 600 миллион еуроны құрады. Ал 2021 жылғы тікелей инвестиция көлемі 11 миллиард 200 миллион ақш долларына жеткен. Осы бағытта жалғаса береді деп сенем. Қазба байлықтан бөлек жасыл энергия көздерінің жел мен күн энергиясының жоғары потенциалын айтқым келеді. Ұлан ғайыр дала, күн көзі жеткілікті деңгейде. Мысалы, менің туған жерім Литвада бір ғана қаңтар айында 5 сағат күн көзі көрінген. Рас па? Күніне емес, бір айдың көрсеткіші осы. Оған кең даланың желін қосыңыз. Сутегі энергетикасы тағы бар. Бұның бәрі Қазақстанның зор әлеуетін айшықтайды. Бұған қоса кеңейтілген әріптестік және ынтымақтастық туралы келісімді атап өтер едім. Бұл бірегей құжат, қарым-қатынасымыздың саяси және заңды негізі. Кеңейтілген әріптестік және ынтымақтастық туралы келісім. Еуропалық одақтың 27 елі мен Қазақстан арасындағы ерекше мәміле. Орталық Азияның қалған елдеріне әзірге бұйырмаған айрықша мүмкіндік. Сауда, инвестиция, заң, энергетика, көлік, экология, туризм, жұмыспен қамту, әлеуметтік саясат, ғылым мен мәдениет саласындағы жұмыстардың жүруін едәуір жеңілдететін құжат. Жүрісті де ұмытпаңыз. Сіз жүріп қойдыңыз ба? Иә, мен де сұхбатқа беріліп кетіп, есептен жаңылып, тек 2 ұпай ғана алдым. Қарап тұрсам, өз отауларымдағы құмалақтар тақ болып, сізге қолайлы жағдай жасап қойыппын ғой. Тағы бір сұрағым келгені, қазақтар мен еуропалықтардың қандай ұқсастығы бар? Менің ойымша, бұл құрмет пен бостандық сияқты. Қасымдағы қазақ әріптестеріме, кезіккен адамдарға, дәріс оқуға барған кезде студенттерге өзіңізді кіммін деп танисыз деген сауал қоям. Тұлғалық идентикаға қатысты сұраққа көпшілігі ерекше жауап береді. Біз қазақпыз дейді.
Қазақ сөзін еркін адамдар деп түсіндіреді. Бұнда көнеден келе жатқан көшпенділердің дүниетаным ерекшелігі байқалады. Меніңше бұл өте маңызды. Еуропалықтар үшін, менің өз елім Литва үшін де. Егемендікті қастерлеу сіз бен бізді байланыстыратын дүние екенін ұқтым. Қазақстанның сыртқы істер министрлігі өкілі жақында Еуропаға визасыз режимде саяхаттау жайлы талқының болып жатқан. Бірнеше жылдан бері келіссөз үстінде екенін айтып қалды. Өзіңізден тікелей сұрайыншы, Шенген секілді визамен емін-еркін Еуропа аралайтын күн жақында туа ма? Жауабым, бұл өмірде бәрі мүмкін. Қазір қаншалықты? Мүмкін емес деуге келмейді. Екі жақта жақсылап тырысуы керек. Бұлай жауап берейін. Үкімет басындағылар, дипломаттар не жасаса да, өз елдеріндегі жағдайды жақсарту үшін, көбірек жұмыс орындарының ашылу үшін, экономика, сауда қарым-қатынасының дамуы үшін әрекет етеді. Осы қарым-қатынастардың дамуында емін-еркін әрі жиі сапар жасай алу өте маңызды. Еуропаның негізгі жетістіктерінің бірі сол Шенген визасы, кедендік жеңілдіктер. Кезінде оған жету оңай болған жоқ. Қазақстанға еуропалықтар визасыз келіп, 30 күнге дейін жүре алады. Бұл біз үшін тамаша мүмкіндік. Және осы мүмкіндіктің арқасында инвестиция, нарық пен сауда бойынша Қазақстанға басты серіктесі болып отырмыз. Ал енді Қазақстанның Еуропаға саяхаттауы жайлы айтар болсақ, ол рас. Біз келіссөз жасап жатырмыз. Бірден визасыз режимге өте салмаймыз, оны ашық айту керек. Бірақ қазақстандықтарға виза алу жеңілдей түседі. Қалай жеңілдейді? Визаға төленетін құн арзандайды. Қатарынан бірнеше елге саяхаттау мүмкіндігі артады. Виза мерзімі ұзара түседі. Талаптар жеңілдеп, өткізетін құжаттар азаяды. Нақты міне шешім шықты, келісілді дегенше сүйіншілемеймін. Десе де талқы болып жатыр. Оның жылдамдауына, сәтті өтуіне не көмектеседі? Біз белгілі бір жағдайларды зерттейміз. Визаны қолдау шартын бұзу қаншалықты жиі? Мерзімінен артық жүретіндер қаншалықты көп? Бұның бәрі шешім шығаруда ескеріледі, және Қазақстанға бұл тұрғыда айтар уәжіміз жоқ. Бәрі жақсы қалыптасқан. Сондай-ақ виза бойынша теріс жауап алу үлесі мен заңсыз құжат арқылы алаяқтыққа бару деңгейі де зерттеледі. Бір құмалақ бір қарынмай чертеді демекші, барынша заң бұзушылықтың болмауы келіссөздердің оң нәтиже беруіне ықпал етеді. Әрі виза бойынша шешім ол саяси дүние болғандықтан, одақтағы 27 елдің түгел келісімі қажет. Бұл жағынан қазақстандық билік өкілдерінің бізге, біздің өкілдердің осында іссапармен жиі келуі көмегін тигізері анық. Жауап беріп отырып, қай жерден алғанымды ұмытып қалдым ғой. Сіз ана бір отаудан алдыңыз ғой. Өкінішке қарай өз жағыңыздың аяқтап ұпайсыз қаласыз. Біз міне сұхбатымыздың аяғына таяп қалдық. Соңғы жүрісімді жасап алайын. Сол жүріспен біраз ұпай жинап алатын болдыңыз. Әй қайдам көрейік. Және таңғы бағдарлама болған соң, көрермендерімізге таңғы тілегіңіз болса, мен жүріп болғанша жолдап жіберіңіз. Таңғы кофе не шаймен бастасаңыз да, сол сусынның, әр сәттің, алдағы келе жатқан жұмыс күнінің сізге жағымды болуын тілеймін. Әр қарым-қатынас өзіңізге, еліңізге пайдалы болсын. Қандай жағдай болмасын, позитив іздеуден жалықпасақ екен деймін. Және үлкен істерге кішкентай қадамдармен ұжым болып жетуге ұмтыла берейік. Еуроодақта ұйымшылдық аса маңызды. Әр істің берік діңгегі сол болсын. Іске сәт. Good luck. Тілегіңіздің соңғы жағы күш бірлікте деген сөзді есіме салды. Рас, күш бірлікте. Бірлігіміз жараса берсін. Тақта бетіне қарасам, ұпайларымыз тең сияқты. Жалғасы бар деген сөз ғой. Жалғасы бар. Әр осындайда достық жеңді дейді. Ойын мен сұхбат үшін көп рахмет. Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы жоспарлар жақын арада орындала берсін. Алдан ынтымағы жарасқан талай 30 жылдықтарымыз тойлана берсін деген ниеттемін. Айтқаныңыз келсін. Әумин.